Ақтау қаласы Қазақстанның оңтүстік-батысында, Каспий теңізінің шығыс жағалауында орналасқан Маңғыстау облысының әкімшілік орталығы. Бұл еліміздің маңызды порты және өнеркәсіптік орталығы. Ақтау қаласының салыну мақсаты 1961 жылы уран кен орындарын игеру мақсатында салынған. 1964 жылдан 1991 жылға дейін Украина ақыны Талас Шевченконың құрметіне Шевченко қаласы деп аталған. Жалпы Ақтаудың ерекшеліктері оның көшелері жоқ, тек шағын аудандарға бөлінеді. Қала тұрғындары оларды санмен атайды, яғни 11, 40, 53, 861 деген сияқты қылып айта береді. Ақтау қаласының негізгі экономикалық тірегі мұнай мен газ өндіру және экспорттау. Ақтау Каспий теңізінің ірі теңізгі порты болып саналады. Сол арқылы Қытайдан көптеген порттар Әзербайжанға барып Европаға тасылады. Оны Ұлы Жібек жолының су жолы деп аталады. Сумен қамту өзінің шөлейтті климатына қарамастан Ақтау суды тұзсыздандыру арқылы алады. Кезінде мұндай әлемде тұңғыш тұзсыздандыру жүйесі барлық ядролық реакторлар жұмыс істеген және де әлі де жұмыс жасап келе жатыр, бірақ тек құпия түрде. Туризм және көрнекті жерлері. Соңғы жылдары Ақтау туристік орталық ретінде белсенді дамып келеді. Туризм және көрнекті жерлері. Соңғы жылдары Ақтау туристік орталық ретінде дамып келеді. Бұл қала табиғи және тарихи ғажайыптарға толы Маңғыстау түбегіне апаратын қақпа. Маңғыстаудың белгілі тұлғасы Әліш Кекілбайұлы бүткіл Қазақстанға танылған. Оның сөзінше, Маңғыстау аспан астындағы мұражай. Біз Маңғыстау деген елдім. Жартастық соқпа, теңіз жағалауында серуендеуге арналған әдемі арбатталған жол, тұрғын үйдің төбесіндегі маяк, әлемде ерекше маяктардың бірі. Ол тікелей көп қабатты тұрғын үйдің төбесінде орналастырылған. Кеме мүсіні теңіз жағалауындағы қаланың символы болып саналады. Және кейбір деректер бойынша Ақтауды Қарақшылар қаласы деп те атайды. Маңғыстауда жер асты мешіттері өте көп. 362 әулие бар. Соның ішінде Қазақстанның 7 кереметінен біріне кіретін Бекет ата мешіті де осы Маңғыстауда орналастырылған. Және ол қасиетті ретінде саналады. Және көптеген адамдар сонда емін алуда. Маңғыстауда ғажайып қалалары, қала сыртында туристік Шерқала тауы, Торы шатқалдар алқабы, үстірті, Қарақия ойпаты сияқты ғажайып жерлер жетіп артылады. Және де Ақтау қаласында екінші Ақтау салынуда. Біріккен Араб Әмірліктері Дубай екінші Ақтау салынуға инвестиция жасады. Ал 2025 жылы Ақтау қаласы түркі халықтарының мәдени астанасы атанды. Сосын осы жылы Ақтау қаласы Гиннестің рекордтар кітабына енді. Ең көп ұлттық киім киетін қала ретінде.